Қайырлы күн, мен Ақбота Қуанышбек қызы және бұл полицияның білуіңіз қажет тұрақты айдары. Ал енді аңшылық қаруды сақтауға және алып жүруге рұқсат алу үшін қандай процедуралардан өту керек? Компьютердің алдында жайғасайық. Цифрлық технологиялардың қарқынды дамуын ескере отырып, мұны онлайн режимде жасауға болады. Аңшылық мылтықтарды сақтауға және алып жүруге рұқсат алу үшін сізде өзіңізбен бірге мыналар болуы керек. Электрондық цифрлық қолтаңба, Enslayer бағдарламалық құралы орнатылған дербес компьютер, аңшының жеке куәлігінің электрондық көшірмесі, қарумен қауіпсіз жұмыс істеу бойынша курстарды бітіргені туралы анықтаманың электрондық көшірмесі, 076U нысанды медициналық қорытындының электрондық көшірмесі, мылтықтан ату туралы куәліктің электрондық көшірмесі және мемлекеттік бажды төлеу туралы түбіртек. Құжаттардың электрондық көшірмелері компьютердің жұмыс үстелінде бөлек сақталуы керек. Сонымен, алдымен www.елицензия.kz порталына авторизация электрондық цифрлық қолтаңба кілті арқылы тіркелу керек. Қауіпсіздік қойындысын таңдап, жеке тұлғаларға азаматтық қаруды және оның оқ дәрілерін сақтауға, тасымалдауға рұқсат беру сілтемесі бойынша өту керек. Әрі қарай, қойындыда көрсетілген өтінімді беру нұсқауларын мұқият зерделеп, қызметке онлайн тапсырыс беру керек. Лицензияларды таңдау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Алматы қалалық полиция департаменті. Арнайы қойындыларға құжаттардың қажетті электрондық көшірмелерін қоса отырып, өтінімнің жұлдызшамен белгіленген барлық өрістерін мұқият толтырыңыз. Мемлекеттік бажды екінші деңгейдегі банктердің кассаларында төлеген жағдайда, төлем бөлімін толтыру кезінде түбіртектегі мәліметтерді көрсетіңіз. Ал онлайн төлем жасау кезінде онлайн төлем бағанасын таңдап, QR төлем функциясы арқылы төлем жасаңыз. Мәре сызығында өтінішке электрондық цифрлық қолтаңбаның кілтімен қол қойып, оны парольмен растау және өтініштің мемлекеттік органға жіберілгенін тексеру қажет. Мылтықты сақтауға және алып жүруге рұқсат беру туралы өтініш әрбір дана үшін жеке толтырылады. Қызмет көрсету мерзімі 15 күн жұмыс күнін құрайды. Егер толтырылған өтінішке рұқсат берілсе, өтінімде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына сәйкес push хабарламасы арқылы жіберіледі. Қате толтырылған жағдайда сізге дәлелді бас тарту туралы хабарлама жіберіледі. Рұқсат беруден бас тарту себебін мұқият оқып шығыңыз. Қателерді ескере отырып, өтінішіңізді қайта жіберіңіз.